Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтып берген Жадыра. Бүгінгі видеода жасанды интеллект арқылы қалай видео жасаймыз, соны көрсететін боламын. Екі түрлі вариантын көрсетемін. Біріншісі genmo.ai деп аталады. Оң жақ жоғарғы бұрышта кіру немесе тіркелу деген батырма тұр, ақ боп. Соны басамыз. Продолжить с Google деген таңдаймыз, яғни Google аккаунт арқылы тіркеліп аламыз. Мына жерде осы Chromeға қандай Google аккаунтпен кіріп отырмыз, сол шығып тұрады автоматтық түрде. Соны белгілейміз, продолжить дегенді басамыз. Енді мына жерде қара жолақ тұр ғой, опишите свое видео деп. Осы жерге біздің видеомыз қандай болу керек? Бастан аяқ ішіндегі кішкентай ғана бір ағаш тұру керек па, құс ұшып бара жату керек па, барлығын толықтай суреттеп беруіміз керек. Бірақ бұл жерге орысша немесе ағылшынша жазған дұрыс болады. Сол үшін мен переводчикке салып, осылай копировать етіп алдым. Ставить етемде генерировать деген батырманы басамын. Астында шығып тұрады, ваши последние творения деген жерде 100% болады, сол кезде видеомыз дайын болады. Ал астындағы басқалардың жасаған видеолары көріп, осы жерден сол дайын тұрған видеоларды скачать етіп алсаңыз да болады. Видеомыз дайын болды. Мышканың сол жағын бір рет шертеміз. Видеоның үстінен үлкейтіп көруге болады. Тақтан алдында мұғалім тұр, алдында оқушылар отыр, сабақ түсіндіріп жатыр деп осылай жазған болатынмын. Енді мынау екі стрик тұр, соны басып жібереміз, өзі кішірейеді. Мына жерде төмен қараған стрик тұр, соны бассақ, видеомыз жүктеледі. Оң жақ жоғарыда тұр, жүктелді. Үстінен басып, ашып көрсек болады. Қазір папкада қай жақта орналасқан көрсетейін. Мой компьютер дегенге кіреміз. Сол жақ шетте загрузки деген тұрады. Соның ішіне біздің видеомыз жүктеледі. Кәдімгі MP4 форматта бір 5-8 секунд әрі кетсе ұзақ видео болмайды. Бұл жасанды интеллект арқылы 30 күннің ішінде 30 видео жасап алуға болады. Яғни бір күннің ішінде де оны пайдалана аласыз да бұл возможностьті. Енді мына жерде мысал ретінде тағы бір видеоны құрастырып көрдім. Жайлау, екі адамның осылай әңгіме айтып отырғаны, киіз үй, жылқының жүргені барлығын осылай анықтап әдемілеп суреттедім. Ойымдағыдай видеоны шығарып берді. Енді екінші вариантты көрейік қазір. Бұл бізде Pix версия деп аталады. Бұған да дәл жаңағыдай Google аккаунтымыз арқылы тіркеліп аламыз. Дом деген жерде басқалардың жасаған видеолар шығып тұрады, көріп идея алсаңыздар болады. Бұл жерде ең басында, яғни ене тіркелген кезде 90 кредит беріледі, ал одан кейін уже күніне 60 кредит беріліп отырады. Ол шамамен 2 видеоға жетеді. Мүмкін бір ғана видео құрастыра аласыз. Себебі сіз жасағыңыз келген видеоның күрделілігіне байланысты алынатын кредит саны да әртүрлі болады. Мысалы, бір видеоға 30 кредит алынады, кейбір видеоға 60 кредит деген сияқты. Яғни бір күннің ішінде 60 кредит ғана пайдалана аласыз. Яғни тегін пайдалану мүмкіндігі сонша. Ал жаңа 60 деп тұрған жер бассаңыздар, ақылы түрінің бағасы қанша, соның барлығы жазылып тұр. Енді сол жақ шеттегі создавать дегенді басамыз. Мына жерде загрузить изображение, видео или просто текст здесь деп жазылып тұр. Сол жерге жаңағы ойымыздағы видеоның описаниесін осы жерге жазамыз. Мен переводчикке салдым ғой бағанағы. Киіз үй, жылқының жүргені деген сияқты. Соны осы жерге копировать ставить етейін. Және мына жерде астында эффект, стиль, турбо деп тұрған сол жерлерге кіріп, әртүрлі эффекттер беруге, стиль беруге болады да. Яғни бізге қандай видео керек, соны дайындап алуға болады. Мен дәл қазір ешқандай эффектті таңдамаймын. Бұны көбінесе сурет қолданып жатқан кезде пайдалануға болады. Одан кейін стильге барып, осы видеоның стилін таңдаймыз. Яғни 3D анимация ма, аниме ма, оның стилі қандай болады, осы жерден таңдауға болады. Турбо дегеніміз ол видео 5-8 секундтан аспайды да, бұл ең бірінші вариантта самый быстрый деген. Ал қалғандары кішкене жайырақ болуы мүмкін, бірақ олар ақылы түрде. Переход деген мына жерде бірінші кадр мен екінші кадрды, яғни сурет ретінде ұсынамыз. Яғни осы кадрдан мына кадрға қарай ауысатын бізге переход жасап беретін болады. Қазір бізге бұл керегі жоқ. Енді создавать деген батырманы басамыз. Мына жерде қанша
кредит кетеді, соны көрсетіп қояды. Және мына жерде продолжительность деген 8 секунд, 5 секунд деп алуға болады. Одан кейін видеоның форматын таңдаймыз. Reels форматта, YouTube-тың форматында деген сияқты. Енді создавайтты басамыз. Құрметті көрермен, егер де видео сізге өз пайдасын беріп жатқан болса, онда міндетті түрде лайк басып, пікірге сұрақтарыңыз болса жаза отырып, өз әріптестеріңізбен видеоны бөлісіп отырыңыздар. Мінекей видеомыз дайын болды. Үлкейтіп қарасақ, мен негізінде жаңа Reels форматта былай тігінен түскен видео форматын таңдағанмыз, сондықтан мінекей біздің видеомыз осылай шықты. Көп жерлерде бір әдемі қазақи жаңағы нақыштағы видеолар таба алмай жатамыз, сол үшін осылай жасанды интеллект арқылы құрастырып алуға болады. Видеоны скачать ету үшін мінекей төменгі жаққа қарай түссеңіздер, скачать деген батырма бар, соны басып скачать етіп аламыз. Бұл видеомыз жаңағыдай мой компьютерге кіреміз, загрузки деген папкаға видеомыз жүктелінетін болады. Енді суретке эффект беру қалай жүреді, соны көрсетейін. Жаңа біз мына жерге текст жаздық, соны өшіріп тастаймыз. Соның орнына ешқандай текст жазбай-ақ изображение видео дегенді басатын болсақ, видео немесе сурет қоюымызға болады. Мысалға бір сурет таңдайын, открыть дегенді басамын. Содан кейін мында төменде жаңа эффект дегенді көріп, бірақ таңдамадық қой. Сол жерден бір кез келген эффектіні таңдаймыз. Бұл жерде эффекттер өте көп. Мына жерде мен секретный подарки дегенді таңдағым келіп тұр. Осыны таңдаймыз. 3D анимация деп автомат түрде таңдалып тұр. Одан кейін создавать деген батырманы басамыз, сосын загрузка жүрген күтеміз. Видеомыз дайын болды. Енді педагогтарға аса бір қажеті бар жоғын білмеймін. Осындай эффекттердің бірақ қандай мүмкіндігі бар екенін көрсеткім келген. Бұл видеоға 30 кредит алды. Осының алдындағы жаңа қазақы видеоға 60 кредит алған тұғын. Жетпей қалғандықтан басқа аккаунтпен осы видеоны жасауға тура келді. Мінекей жасанды интеллект арқылы осындай екі түрлі жолмен видео жасауға болады. Егер де видео пайдалы болған болса, әріптестеріңізбен бөлісіп каналыма тіркеле отырыңыздар. Және де басқа да жасанды интеллекттермен танысу үшін описаниедегі жасанды интеллект деп аталатын плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады.